Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұрахан қызы. 2 апта уақытқа шейін видеоны шығара алмадым, өйткені қатты тұмау болды. Сондықтан уақытында видео шықпады. Бұл тағы бір жаңа айта кетер, бұл Канадаға келгеннен кейінгі ең бірінші ретке осындай хат алып қалғаным. Бірақ бүгін жақсымын. Сондықтан жазыла сіздерге бір видео шығарайын деп ойладым. Сонымен, бүгінгі видео Саскачуан өлкеге қалайдан көшіп келуге болады. Біз өткенде айтып кеттік, мемлекет деңгейдегі өзінің шетел азаматтарын өзіне қарай шақырту өзінің көп программдары бар. Одан сырт әрбір өлкелер өзінің шетелдік азаматын болмаса қызметкерлерді өзінің өлкесіне шақырту өлкелік программдар бар. Соның ішінде бүгін айтатын тақырыбымыз Saskatchewan Immigration and Nominee Program. Өлкелік, Saskatchewan өлкелік шетел азаматтарын өзіне шақырту программ. Сонымен, не үшін бұл өлкені таңдадым дегенде, бұл өлке ең оңай тәсілмен келуге болады. Оның әрқандай жағдайлары басқа өлкелерден қарағанда талаптары онша жоғары емес деп айтылады. Әрине, әрбір өлкенің, әрбір программның өзінің қиыншылығы бар, қиын жері бар. Сондықтан мен сізге бұл сөзсіз ең оңай программ деп айта алмаймын. Өйткені сіздің өзіңіздің жеке жағдайыңызға қарай отыра бағаны өзіңіз беретін боласыз. Сонымен бұл программның астында өзінде тағы бөлген 3 кішкентай саб-категория бар. Бірінші категория International Skilled Worker, шетелдік жоғары деңгейдегі қызметкерлер. Екіншісі Saskatchewan Experience, сіз Saskatchewan провинцияға, осы өлкеге келген болсаңыз, үйренуге, болмаса қызметке біраз уақыт осы жерде өмір сүрген болатын болсаңыз, осындай әрине сіз бұл жерге келіп қызметке болмаса үйренуге келесіп, сіз оның ұзақта тұрғыны болып кетеді дейтін нәрсе емес. Сіз бұл жерде қызмет істеген болсаңыз, болмаса үйрену оқуға келген болсаңыз, ұзақта тұрғыны болуыңызға мүмкіншілігі бар. Сондықтан екіншісі осындай адамдарға арналған. Үшіншісі entrepreneur and farm, былай айтқанда бұл жерге бизнеске бастап істейтін адамдарға. Болған біріншісін бүгін ең негізгі тақырыпқа фокус қыламыз, өйткені көп адамдарға бірінші жағдайы үйлеседі деп ойлаймын. Өйткені ол сіз шетелде тұрып Saskatchewanға төте қалайдан көшіп келуіңізге болады. Бұның ішінде айта кетер, мемлекет деңгейі болсын, болмаса өлкелік программдар болсын, оның бәрі сіздің әрқандай жағдайыңызға қарай отыра баға береді. Мысалы, сіздің жасыңызға қарайды, үйрену тарихыңызға қарайды, дипломыңызға қарайды, қызмет істеп жатқан қандай қызмет істедіңіз, қанша уақыт істедіңіз, сонысына қарайды. Одан сырт сіз бұл өлкеде job offer, қызмет орны тауып болдыңыз ба, болмаса бұл жерде сіздің туыс-туғаныңыз бар ма, осылардың бәр факторларды ойластыра отыра сізге бір баға беретін болады. Бұл жердегі баға ол өте қанық бағалайды. Ол нөміршек арқылы оған нөмір қояды. Былай айтқанда, Saskatchewanның өзінің өлкелік нөмір қою, мысалы сіз мектепке берсеңіз, оқуға барсаңыз, сынау бересіз, соған нөміршегіңізге қарай отыра кандидат боласыз, болмаса қабылдайтын болады. Сол сияқты бұл жерде өлкелік нөміршек maximum point, ең жоғарғы нөмірі 110 нөмір. Сіз бұл фактордардың ішіне қарай отыра 60 нөмірден ары қарай жоғары болатын болсаңыз, сыртта тұрып тапсырғаныңызға болады. Қалайдан? Мысалы, сіз доктордық, болмаса мастердық degree алған болатын болсаңыз, 23 нөмір қосылады. Bachelor's degree, baccalaureate degree, қолыңызда дипломыңыз бар болса 20 нөмір қосылады. Әрине, бұның ішінде сіздің ең жоғарғы диплом дегрейіңізға қарайды. Мысалы, сіз мастерді да бітірдіңіз,
одан сырт жаңағы бакалаврды бітірдіңіз, ондай болса соның ішіндегі ең жоғарғы деңгейдегі дегрейіңізді есептейді бұл жерде 23 нөмір. Үшіншіден, сіздің мысалы 2 жылдық болмаса 2 жылдан төменгі бір professional сколдарға үйренген дипломыңыз бар болатын болса, оған қосылатын нөмірі әрине жаңағы түрден қарағанда төменірек болады. Сондықтан сіздің өзіңіздің жағдайыңызға қарай отыра, қандай дипломыңыз бар, қаншалықты уақыттық мектептегі үйрендіңіз, соңызға қарай нөмір береді. Бұл жерде 23, 20, 15, 12 нөмірге шейін өзіңізге нөмір қоясыз. Мысалы, менің жағдайымда мен әзір докторлық дегрейді алып болдым дейтін болса, ең жоғарғы нөмір 23 нөмір болады. Екіншіден, қызмет тарихыңыз. Қандай қызмет істедіңіз, қанша уақыт істедіңіз, осыған қарай отыра сізге нөмір береді. Мысалы, өткен 5 жылдың алдында, өткен 5 жылдың ішінде сіз қанша уақыт қызмет істедіңіз. Мысалы, 5 жылда 5 жыл қызмет істедіңіз ба, 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл, 1 жыл ғана қызмет істедіңіз ба, соңыңызға қарай отырған нөмір береді. 5 жылдың ішінде 5 жыл қызмет істедім дейтін болсаңыз, ең жоғарғы нөмір 10 нөмір. Осылай есептеледі. Бұл жерде мен сізге жеке адамның бір қанық жағдайына қарай отыра нөмір бірге есептеп, қаншалықты сіздің мүмкіншілігіңіз бар ма дегенді бірге көруге болады. Енді бір жеке адамның жағдайын білмеген соң, мен енді үлкен жақтан келмей сізге таныстырып өтейін. Енді бір сұрағы, өткен 6-10 жылдың ішінде сіз қанша уақытты қызмет істедіңіз? Мысалы, біз әзір 2021 болатын болса, өткен 10 жылдың алдында 2011. 2011-дан 2016-ға шейінгі уақытта сіз қанша уақыт қызмет істедіңіз? Соңыңызға қарай отырды, тағы да нөмір қосып береді. Үшіншісі, сіздің тіл қабілетіңіз, мысалы, сіздің ағылшын тіл, болмаса франция тілге деген қаншалықты қабілетіңіз бар. Әрине, кейбір кісілердің астындағы комментарийға жазған, мен ағылшын тілді біраз сөйлей алсам, сол жеткілікті ма, бола ма дейтін осындай сұрақтар болды. Бұл жерде сіздің ағылшын тіл қабілетіңіз қаншалықты екенін дәлелдеуіңіз керек. Бұл дәлелдеу, сіз мысалы ағылшын тіл сынаудар бар, содардан сізде қаншалықты нәтижеңіз бар. Мысалы, IELTS нәтиже болмаса, CLB нәтижелеріңізге қарайды. Сондықтан сіздің біраз білем дегеніңіз 4 нөмір ма, 5 нөмір ма, сол қағаз арқылы, сыны нәтижеңіз арқылы дәлелдеуіңіз керек. Сонымен біріншіден, жаңағы ағылшын тілдегі өзіңіздің қабілетіңіз 8 нөмір болмаса, одан жоғары болатын болса, бұл жерде 20 нөмір аласыз, 4 нөмір болатын болса, 12 нөмір аласыз. Екіншісі, біз айтып өттік, Канада ағылшын тілі менен франция тілі екі тілді де мемлекет тілі. Сондықтан сіздің франция тілге деген нәтижеңіз, болмаса қабілетіңіз бар болатын болса, бұл әрине сізге тағы да нөмір қосылады. Көп адамдарда жоқ, бірақ сізде бар болатын болса, әрине сіздің нөміршегіңіз біршама алдыға болады. Нөміріңіз жоғары болған сайын сізде шақырту алу мүмкіншілігіңіз жоғарылайды. Ендігі бір фактор сіздің жасыңызға қарайды. Бұл жердегі жасыңыз 21 жастан кішкене болатын болсаңыз, ол нөмірі онша жоғары болмайды. Канаданың экономикасына қызмет істей алатындай мүмкіншілігіңіз 22 жастан ары қарай, 50 жастан төмен адамдарға қараған кезде біршама төмендеп есептейді. Сондықтан сіздің жасыңыз кішкене болу емес, өте үлкен емес, орта қалыптағы қызмет істейтін уақыт болу керек. Мысалы, бұл жердегі ең жоғарғы нөміріңіз 22 жастан 34 жас аралығындағы адамдар ең жоғары нөмір алады. 12 нөмір 35 жастан 45 жас аралықтағы кісілер 10 нөмір алады. 46-дан 50 жасқа шейін болатын болса 8 нөмір, 50 жастан ары қарай болатын болса, сіздің жасыңызға нөмір қосылмайды. Мысалы, бір үйде 2 адам болатын болса, қайсы адамның 22-де 45 жас аралығында болатын болса, сол кісіні бірінші principal applicant, негізгі адам деп документіңізге тапсыруыңызға болады. Былай айтқанда, нөмір
жақтан біраз ұтатын боласыз. Енді бірі сіз Саскачеван осы өлкеден бір қызмет орныңызды таптыңызға, қызмет орындан сізге келген job offer болатын болса, шақырту келген болатын болса, 30 нөмірі қосылады. Бұл жерде туыс-туғаныңыз бар ма? Мысалы, сіздің ағаңыз, uncle, мысалы, ағайыңыз, тікелей туған туысқаныңыз болу керек. Болатын болса, сізге де нөмір қосады, бұл жерде 20 нөмір. Енді Саскачеванда бұрынғы өтіп кеткен бір жылдың ішінде сол жерде қызмет істедіңіз ба? Мысалы, сіз осы жерге келіп, қызмет визамен келген болсаңыз, қызмет біраз уақыт қызмет істеп жүріп, одан кейін барып, осы өлкенің ұзақты тұрғыны боламын деп тапсыруыңызға болады. Сыртта тұрып тапсырсаңыз да болады, болмаса дәл осы өлкеге келіп қызмет істеп, үйреніп, одан соң барып тапсырсаңыз да болады. Бұл жағдайлар біршама оңай болады, өйткені сізге нөмір жақтан үйренуіңізге нөмір қосылады, осы жерде тұрған қызмет уақытыңызға нөмір қосылады, сондықтан нөмір шегіңіз біршама жоғары болады. Student experience in Saskatchewan, осы жерде оқу үйреніп, мысалы, сіз колледжға, университетке келген болатын болсаңыз, оқығанда да нөмір қосады. Сонымен жаңа айтып өткендей, Saskatchewan провинсқа келу үшін олардың өздерінің бір программ сізге сынау алған сияқты нөмір болады. Сол жаңағы 110 нөмірдің ішінде сіз 60 нөмір ала алатындай жағдай болатын болса, онда сіз бұл өлкеге мен тапсырамын, осы өлкеге келгім келеді деп өзіңіздің interest, өзіңіздің ынтаңызды білдіруіңіз керек. Әрине, ынтаңыз деген сөз, сіз документ арқылы, түріп арқылы оған тапсырасыз. Мен қанша жылдық қызмет тарихым бар, оқу тарихым бар, жылым, жасым мұнша деп. Сондықтан сіз ең алдымен тапсырасыз. Әрине, тапсырсаңыз болды өсіп кетеді дейтін нәрсе емес, ол өйткені әрбір өлкеге тапсыратын адамдар көп, сондықтан оның ойластыратын фактор өте көп. Мысалы, сіз бұл жерде нөмір шегіңіз жоғары болса, ондайда әрине сізге мүмкіншілік шақырту алуға мүмкіншілігіңіз жоғары болады. Енді тағы бір айта кетер, мысалы, дәл сіз тапсырған кезде тіпті көп адамдар тапсырды ма, жоқ әлде аз адам тапсырды ма, кандидаттар қаншалықты адамдар бар тапсырылған деген оның бәріне қарай отырып бағалайтын болады. Мысалы, сіз осы жаңағы тапсырған кандидаттардың ішіндегі нөміріңіз де жоғары, бәршат жағдайыңыз жақсы болған жағдайда сізге invitation шақырту береді. Шақырту алдыңыз деген сөз, енді сіз жаңағы айтқан сөздеріңізді бәрін дәлелдеуіңіз керек. Мысалы, сіздің ағылшын тілге деген мен өзіме 20 нөмір қосылады екенмін деп айттыңыз, ол жерде ағылшын тіліңіз жетіп, ағылшын тіл нәтижеңіз 7, 8, 9 нөмір болатын болса, оны қалайдан дәлелдейсіз, материалыңызды тапсыруыңыз керек. Үйрену тарихыңызды, мен магистр бітірдім дедіңіз, магистр бітірдім деген сөзге, онда сіздің дипломдарыңызды көрсетуіңіз керек, тұрып арқылы тапсыруыңыз керек, оның бәрін тексеріп, өткізіп шындығына, оның қаншалықты Канаданың қаншалықты дәрежесіне тең екен, соның бәрін бағалайтын болады. Сол арқылы материалдарыңыз бәрі де дұрыс, шындыққа үйлесті, бәріне өткен болатын болсаңыз, әрине сіз жаңағы шақырту хатыңызды алып, сыртта тұрып, өз мемлекетіңізде тұрып, осы өлкеге көшіп келуіңізге болады. Бұл өлкеге қалып қалу деген сөз, әрине Канадаға қалып қалу деген сөз. Өзінің өлкелік жерге бір жыл уақыт болмаса 2 жыл уақыт кешен тұрып, одан сіз басқа жаққа қарай көшіп кетуіңізге ол заңды түрде болады. Әрбір жолы біз жаңа бір өлкені таныстырған кезде болмаса, мемлекеттік federal government үлкен мемлекеттік деңгейдегі программдарды таныстырған кезде, оның бәрін кейбіреуін таныстырған кезде үлкен жақтан естіп көрсеңіз бәрінің талаптары оқшайды. Мысалы, сіздің тіл қабілетіңіз жоғары болу керек, бұрынғы істеген қызмет орныңыз,
орныңыздың қандай қызмет істедіңіз, қанша жыл істедіңіз, соныңызға қарайды. Енді бірі сіздің үйрену тарихыңызға қарайды. Мысалы, сіз әзір осы Канадаға көшіп келейін дейтін шынымен осындай бір ойыңыз бар болатын болса, ең үлкен маңызды нәрсе ағылшын тіліңізді жоғарылатуыңыз керек. Бұл жерде сынау беруіңіз керек, нәтижеңізді 4 нөмір, 5 нөмір, 6 нөмір тіліңіздің қабілеті жоғары болған сайын сізде мүмкіншілігіңіз жоғарылайды. Енді бірі нөміршегіңізді жоғарылатудың тағы бір амалы, мысалы, сіз магистрді бітірген болатын болсаңыз, қысқа уақыттық, бір жылдық үйрену магистр болмаса одан жоғары деңгейдегі дипломдарыңызды алып өзіңіздің үйрену тарихыңызды, дипломыңызды жоғарыласаңыз, ода нөміріңіз қосылады, мүмкіншілігіңіз де көбейеді. Одан сырт енді әрине сіз бұл өлкеге болмаса Канаданың әрқандай жеріне көшіп келетін болсаңыз, өзіңіз қаншалықты ақша алып келе аласыз, өзіңіздің бір жылға шейінгі семьяңызды, өзіңізді бағалатындай қаншалықты ақша алып келесіз, әрине оның біраз жоғары болған сайын өзіңізге мүмкіншілігіңіз көбейеді. Сонымен тағы да бір айта кетер, бұл программдарды таныстыру үшін жеке жағдайыңызды білу керек деп мен көп айтамын. Бұл жердегі жеке жағдай дегенім, сіз қаншалықты ағылшын тіл қабілетіңіз бар, қанша жасқа келдіңіз, қандай қызмет істедіңіз, семьялық жағдай қанша адам бірге келуі мүмкін, болмаса сіздің бұл жақтағы туыс-туғаныңыз бар ма, қызмет орындардан қызмет шақырту алдыңыз ба, сол бәрін түсініп отырып, содан сізге бір қанық жауабын бере алатын боламыз. Сонымен бүгін біз таныстырып өткеніміз Saskatchewan Province өлкеге қалайдан көшіп келуге болады. Сізде сұрағыңыз болатын болса, сіз астыға жазыңыз, комментарийға сөз қалдырыңыз, өзіңіздің ойдарыңызды, пікірлеріңізді, болмаса қандай тақырыптарды айтайын, қандай тақырыптарды ендігі жолғы видеода шығарайын, соны өзіңіз астыға жазып кетіңіз. Тағы бір айта кетер, сіздердің көп комментарийда жекелі телефон нөмір бар ма, болмаса WhatsApp нөмір бар ма, болмаса қалайдан хабарласам деген сөздеріңізді көрдім. Бір жақсы план болмады, бірақ әзірше мен бір Facebook page жасап қойдым. Сондықтан Facebook шетелдегі қазақтар деп Facebook'тан іздесеңіз табылады. Сол Facebook'қа жазылыңыз, сіз өзіңіздің жекелік жағдайларыңыз болса да, болмаса бір жарым сағаттық нақыл видеомен былай face-to-face отырып бір өз жағдайыңызды маған айтқыңыз келсе де, бәріне де бір мүмкіншілік болатын жер болды. Тағы бір айта кетер, мен өзім әзір PhD оқушымын. Басқа да істеп жатқан қызметім бар. Сондықтан сіздің жеке телефоныңыз болмаса жеке WhatsApp-дағы қалдырған сөздеріңізге мен нақты уақытында сізге сөзіңізді қайтара алмауым мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан осы Facebook пейджіға жазылыңыз. Ойдарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, сол жерге қалдырыңыз. Мен сөзсіз бір уақытымды шығарып, сол жерге сіздің сөздеріңізге өздеріңіздің шамамның келісінше сіздерге көмектесетін боламын. Тағы бір айта кетер, Facebook пейджінің аты шетелдегі қазақтар. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Біздің видеомызды сөзсіз елдерге тарқата жүріңіз. Сізге ұнаған болатын болса, лайк басыңыз. Біздің каналға жазылмаған болатын болсаңыз, сөзсіз жазылыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сондықтан біздің осындай контент, осындай видеоны іздеп жүрген басқа адамдарға да оның алдына да бара алады, сондықтан оларға да көмек тиетін болады. Рахмет.